Армысыздар, менің құрметті оқырмандарым. Сәуленің әңгімелері атты жаңадан ашылған қазақ каналын қолдаңыздар. Мен сіздерге қызықты оқиғалар желісімен аудио әңгімелер ұсынамын. Менің арнама жазылып, лайк басып, жақсы пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ақша деп қайдағы бір сасық Қытайдың ашынасы болдым. Дүниеге келгенде пешенеңе не жазылса соны көресің деген сөз дұрыс екен. Тағдырдың талқысына түскен жандардың бірі мен едім. Тұрмысқа шыққаныма көп болған жоқ. 4 жылдан енді ғана асты. Сүйгеніме қосылдым. 2 кішкентайымыз бар. Күйеуім құрылыста жұмыс істейтін. Бір күні жұмыста жүріп төбеден құлап омыртқасына зақым келді. Еш нәрсеге жарамсыз болып қалды. Жарты жылдай төсек тартып жатты. Әйтеуір соңғы кезде таяққа сүйеніп орнынан тұрып жүретін болды. Соған да шүкір дедім. Сал болып жатып қалса не істеймін? Бар ауыртпалық маған түсті. Емшектегі 2-ші баламды үйге тастап, ақша табудың бір сөзбен айтқанда күн көрістің қамына кірістім. Әйтеуір жарымжан болса да, күйеуім 2 балаға ие болып үйде отыр. Әу баста үйдің алдына отырып шекілдеуік сатудан бастадым. Бірақ одан пайда аз еді. Қарындасым осыны сатып пайда көретін ақшадан 10 есе көп ақша берейін, оңаша кездесейікші деп қылжақтайтын ағалар көбейіп кетті. Қандай сұлу сымбатты келіншексің, саған пісте сатқаннан гөрі ашылған жұмыртқадай болып офисте отырған жарасады. Жұмыс тауып берейін, бір жерге барып кеңірек сөйлесейік дейтіндер де табылды. Ондайларды жаныма жолатқан жоқпын. Енді үлкен қала, кім-кімді танып жатыр дейсің. Менің басыма түскен жағдайды бір подъезде тұратын көршілер ғана біледі. Ал өзге жұрт менің амалсыздан пісте сатып отырғанымды қайдан білсін? Осылай жүргенде барахолкада тауар сатумен айналысатын бір көрші келіншек, қазір жаз, базарда сусын, жүгері сатсаң жақсы өтеді. Осылай істеп көрші деген соң барахолкаға шықтым. Жаман емес. Бірақ кешке дейін базар аралап сусын деп айқайлап жүріп, даусын қарлығып, 2 аяқтан әл кетіп кешке үйге сүрініп әрең жетесің. Азанда тұра салып базарға тағы жүгіресің. Амалсыз бұған да көндім. Солай шапқылап жүргенде әлгі көрші келіншек жүдеп кетіпсің. Сені бір Қытаймен таныстырайын, соның тауарын сатсаңшы. Бәріміз де солардың сатушысы болып күн көріп жүрміз. Жүгірмейсің, шалдықпайсың, шаршамайсың. Кеше өткен тауардың ақшасын әлгі Қытайға санап бересің. Өзіңе тиесіліні аласың, үйіңе қайтасың. Көбіне біз Қытай белгілеп берген бағамен емес, қосып сатып пайда көреміз. Жаман емес дегені. Онсыз да шаршап жүргенмен оның айтқанына бірден келістім. Мені көрген Қытай бірден күлімдеп кетті. Алғашқы сөзі «Какая ты красивая» болды. Жаман орысшасымен мені әбден мақтады. Шамасы мен оған қатты ұнап қалған болуым керек. Жасы шамамен 60-қа таяп қалған, бірақ өте ширақ. Сауданы әбден меңгергені көрініп тұр. Бірден мені жұмыс қалды. Алғашқы күні контейнерде менімен бірге тұрып тауар сатысты. Шүлдірлеген жаман орысшасымен асты-үстіме түсіп өліп барады. Біресе шай алдырады, біресе тамақ алдырады. Мені әбден ішкізіп жегізді. Кешкілік қайтарда өзіме тиесілі ақшаны бөліп берді. Онымен қоймай тағы да 30 000 теңгені қалтама сүңгітіп жіберді. Бұл не үшін деп едім? Сенің қолың жеңіл, әдемі қызсың, сауда жақсы жүрді. Сол үшін сыйақы деп қолымды қысып қойды. Күндер өтіп жатты, жағдайым жаман емес. Басқалардан гөрі менің контейнеріме жиі келеді. Оны мұны айтып отырып алады. Ақшадан да тарықтырып жүрген жоқ. Қалтама молдау қылып салып береді. Әрине, оның ойы белгілі. Көрші контейнерде сауда жасайтындардан естіп жатырмын. Худың тауарын сататын ана бір келіншек, ана бір қыздар соның көңілдестері. Әдемі қыз келіншектерден ақша аямайды. Соны біліп алған қыздар онымен төсектес бола жүріп жағдайларын жасап алып жатыр. Қазір ақша билеген заман ғой. Ақша үшін қыздар әкесіндей адамдармен жата салады. Мына сасық Қытай тауарының арқасында
Талай әдемі қыз-келіншектер өзінің ойнасы жасап алды. Сені де артық ақша беріп соған тартқысы келіп жүр-ау дескен көрші сатушылар. Оны өзім де байқадым. Арада біраз уақыт өткен соң Ху маған кешкілік мейрамханаға барып тамақ ішейік, анда барайық, мұнда барайық дегенді жиі айта бастады. Кешке қайтарда мені алып қалып, сатушылар өткізген ақшаны бірге санашы деп айтатынды шығарды. Бірақ оның арам ойын сезген соң түрлі сылтау айтып кетіп қалатын болдым. Солай жүргенде күйеуімнің омыртқасына ота жасау керек болды. Егер де ота сәтті болса, жүріп кетуі мүмкін дескен дәрігерлер. Бірақ ота ақыл еді. Қомақты ақша, оны қайдан аламыз? Ақыры Хуға жағдайды айттым. Көмек бер, қарыз ақшаңды саудаңды жасай жүріп бірте-бірте қайтарамын дедім. Ол қуанып кетті. Онысы белгілі, мені қалай түсірерін білмей жүреді. Бұл жағдай соған себепкер болмақ екен, ол бірден түсінді. Қанша сұрасаң да беремін деді ол. Ақшаны беретін күні ол мені өзі жалдап тұратын үйіне шақырды. Оның ойы белгілі, барғым келмеді. Бірақ ота үшін ақша керек. Күйеуімнің аман-сау орнынан тұрып кетуін ойладым. Амалсыз оған еріп үйге бардым. Асты үстіме түсіп өліп барады. Шарап құйды, қымбат шоколадтар қойды. Мені бір құшақтамай ақша бермесі белгілі. Ал ақша өте керек еді. Шараптан 2-3 рөмке іштім. Содан кейін-ақ Ху мені құшақтап төсекке тартты. Жарымжан күйеуім үшін бәріне көндім деп өз-өзімді алдап Хуға қарсылық көрсетпедім. Ол шүлдірлеп жүріп дегеніне жетті. Жасым 25-ке енді толған еді. Өзімнен 35 жас үлкен Қытайдың құшағына жатып тұрдым. Үйге сүйретіле әрең жеттім. Өз-өзімнен жиіркендім. Ақшаны күйеуіме ұстата сала, балаларымды бір-бір иіскеп ауырып тұрмын деп жатып қалдым. Таң атқанша үнсіз егіліп шықтым. Бәрінде күйеуімнің амандығы үшін жасадым. Енді ондай жасамаспын деп өзімді ақтауға тырыстым. Бірақ бәрі бекершілік екен. Бір рет жеңіл келетін ақшаның дәмін алған соң, қашан да солай істеуге даяр тұрады екенсің. Худан анаған ақша керек еді, мынаған ақша керек еді деп жиі ақша сұрайтын болдым. Ода қарсылық жоқ. Сұрағанымды береді. Өтемі ретінде міндетті түрде онымен төсекке жатуым керек. Жатып жүрмін. Тіпті маған сен маған, мен саған деген заңдылық секілді болып көрінетін болды. Мен оның, ол менің көңілімді табатын болдық. Худың қалай ойнасы болып шыққанымды білмей қалдым. Бәрі де қу ақша үшін екені белгілі. Күйеуіме ота жасалған, бірақ одан жақсы болып кеткені шамалы. Таяққа сүйеніп үй ішінде жүреді. Бары осы. Түнде төсекке де қабілетсіз болып қалды. Хумен араласып жүріп, одан жүкті болып қалғанымды білдім. Қатты қиналдым. Күйеуіме не деймін? Амалсыз алдырып тастауға тура келді. Бірде мені барахолкаға апарып сауда жасауға шақырған көрші келінсек, сені Хумен ашына болып алыпты деп базардағылар өсектеп жүр. Байқа, байың естіп басың бір пәлеге қалмасын дегенде ғана есімді жиғандай болдым. Расында ақша деп қайдағы бір сасық Қытайдың ашынасы болдым. Үйдегі балалар қараусыз, аналық мейірімсіз қалып барады. Сүйіп қосылған жарыма опасыздық жасап, күнде көзіне шөп салып жүрмін. Бұл қашанға дейін созылмақ. Түбі жақсылық болмас. Есіңді жи, Раушан, есіңді жи деп өзімнің жөнсіз іс-әрекетіме сын көзбен қарай бастадым. Бірде кешкілік ас үстінде күйеуіме елге көшейік, ағайын туыстың ортасына барайық. Ол жақта да өмір бар ғой, жұмыс сол жақтан да табылар, өлмеспіз деп едім. Тәп-тәуір ақша тауып жүрсің ғой, жылы орнымызды суытып қайтеміз дегені күйеуім жерге қарап. Ол қайдан білсін, менің Қытайдың көңілдесі болып, соның арқасында тәуір ақша тауып жүргенімді. Күйеуіме оны айта алмадым. Қазір не істерімді білмей қиналып жүрген жайым бар.